Сәлем достар, бүгін Android'да электронный пригласительный қалай жасауға болады, соны көрсететін боламын. YouTube'да сондай сұрақтар болды. Қазір енді бізге тура iPhone'да қалай жасадық, солай Pinterest деген приложениені жүктеп алып, кіреміз ішіне, поискты басып, пригласительный, шаблон деп жазамыз. Шаблоны пригласительных деп, без разницы. Сол кезде неше түрлі қараңыздар, әдемі пригласительный шығады, уже дайын бәрі. Біреусін жүктеп аласыздар, сохранить деп, қазір көрсетемін, әдемісін таңдайын. Детский да бар, қараңыздар, неше түрлісі бар. Әдемі. Күшті приложение, обязательно басып алыңыздар. Мынаны басып алайын. Екені 3 точканы басасыз, скачать изображение дейсіздер. Сөйтіп, біз бұл жерде Android'да Зоманы Pixart бар. Оған біз қазақша шрифті жүктей аламыз. Оны мен қазақша шрифті жүктеу деген видеом бар. Кеше алдыңғыны салғанмын, сол видеоны қарасаңыз болады. Сол жерде бәрін досконально көрсеттім. Осы Зоманы Pixart'та қалай алуға болады, қай жерден алуға болады, соның бәрін. Pixart'қа кіреміз, плюсті басып, жаңа скачать етіп алған пригласительныйымызды ашамыз. Енді тура алдында жасағанда, Instagramға кіріп, мен всегда сөйтемін, өткен текстті наизусть білмеймін. Осылай Instagramға кіріп, электронный пригласительный деп ашып алам, өзіме керегін алам, сосын электронный пригласительный, мен осы iInvite деген шығады, сразу менде қыздату болса қыздатуға ашып қараймыз, үйлену болса үйлену, юбилей болса юбилей, біреусін ашып аламыз. Ұядан ұшқан күн деп осыны ашып қойсаңыз болады. Құрметті, сіздерде аяулы қызымыз деген осылар жазамыз. Енді қазір құрметті қонақтар деп бастаймыз. Неке осы жерде астында функциялар тұрады, соны текст деген тұрады, соны басамыз. Сосын жазамыз. Құрметті қонақтар. Енді шрифт керек бізге, қазақша шрифт. Мына жерде шрифттердің бәрі жазылып тұр, бірақ бұның бәрі орысша шрифттер, бұлар бізге келмейді. Мына розовый стрелочканы басамыз. Сол кезде астында поиск недавние мои шрифты деген тұрады. Мои шрифтіға кіреміз. Осы жерде сіздің жүктеген шрифттеріңіз тұрады. Мен көп шрифт баспадым. Vivaldi деген шрифт таңдайық. Үлкейтіп осы жерге қоямыз. Енді астында цветке кіреміз. Цветке кіреміз да, желательно осы электронный пригласительныйымыз тұр ғой, осы жердегі бар цветпен пайдаланған дұрыс болады. Бұл жерде бізде розовый бар. Так, жоқ, цвет. Мынау палитра таңдасаңыз болады. Пипетканы таңдасаңыз болады. Пипетканы таңдап, мынау розовый түсті таңдағым келіп тұр. Неге? Құрметті қонақтар. Кішкене насыщенный алсақ болады өтем. Құрметті қонақтар. Или просто қара қылсақ та болады. Не заморачиваться, просто қара. Құрметті қонақтар. Сіздерді деймізді тоже қара қыламыз. Галочканы басып қоймаңыздар. Галочканы бастаңыздар, бітті бәрі қатып қалады, ештеңе өзгерте алмай қаласыздар. Так что галочканы баспаймыз. Қызымыз, сіздерді, аяулы қызымыз деп жазып қойыпты сіздерді. Үстіне 2 рет бассаңыз, редактировать етуге болады. Аяулы қызымыз. Галочка. Үлкейтеміз. Мына стрелканы бассаңыз үлкейеді. Мына стрелканы бассаңыз айналдырады. Мына стрелканы бассаңыз X-ті басса өшіп қалады. Қызымыз, тағы да текстке кіреміз.
аяулы қызымыз Айжанның дейік. Енді бұны осы жердегі жаңа розовый цветпен істегім келіп тұр. Мінекей Айжанның қарап аламыз. Мінекей жібектің Айжанның дейміз біз. Айжанның ұзату және құдалық тойларына арналған Ақтасарханымыздың қадірлі қонағы болуға шақырамыз. Ұзату дей салайық просто, ұзату тойына арналған Ақтасарханымыздың жазбай ақ қояйын, қонағы ана мынау дегенді. Просто өйстіп қоя салайын, тоже қара аламыз, өйстіп қоямыз. Енді қараңыздар, мына жерде әдемі қылып мынандай нелер жазып істеп қойған, линиялар. Енді уақытын жазамыз. Ол линияларды неден алсаңыздар болады? Стикерден қазір деп көреміз. 24-ті дейік бізде, там 01-і, 2022 дейміз. И тоже мұны розовый қылайық, бағанағы цветпен. Күні, сағат 12, 12:00. Цвет тоже мынандай цветтен қойыпты, пипетканы алып, мына цвет таңдаймыз. Енді мынау сағатпен датаның жанындағы золотой нені стикерден іздеп көрем. Неге стикер деп тұр? Сіздерге жаңағы линияны қалай жасау керек, соны көрсетейін дегенім ғой. Так, мынау тұр, маған осыны алайық. Осыны алып айналдырамыз. Енді қалай істейміз? Енді бүйтіп аламыз да, бүйтіп келтіреміз, мына жерін созамыз. Енді сүркін алып, бойын өшіріп жүрсек болады. Форма дейді. Форма деген таңдап, өстіп істесек болады екен. Стереть дейміз. Енді тағы да форма дейміз да, кішірейтеміз да, мынамен бірдей аламыз. Так, ол үшін мынашқа әкеп аламыз. Мынамен бірдей аламыз, мына линиямен. И мына жаққа апарып қоямыз. Желательно бірдей алып стереть дейміз. Все, мінекей дайын болды біздікі. Галочканы басамыз. Көрдіңіздер ма? Кішірейтеміз. Нажимаем кішірейтеміз болады. Все, баға тура на жазу сияқты болып шықты. Әдем болып шыға келді. Қалғанын енді той иелері деп жаза саласыздар. Мінекей. Мынандай қыз қосқыңыз келсе, бұл қыз, кстати, стикерде бар. Стикерге кіріп, невеста деп теріп көріңізші. Невеста дегенде шығу керек, по-моему. Невеста дегенде неше түрлі невесталар шығады. Нағызды да қоя салсақ болады. Істемей осы жердің бір жеріне. Вообще әдем болып кетті, қараңыздар. Керемет болып кетті. Өстіп қойып, мінекей, или можно кішкене төмендеу, или мына жерге, вообще әдем болып кетті. Өстіп электронный пригласительный на заказ жасап, бір электронный пригласительныйды 1500-2000 теңгеге сатуға болады. Одан төмен вообще сатпаңыздар. 500 теңге деген вообще болмайды өйтіп сатуға. 1500-2000 теңгеге сатып, осылай үйде отырып, табыс тауып отыруға болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Менің каналыма тіркеліп, осы видеома лайк басуды ұмытпаңыз.